Отыр. Сәлеметсіз бе? Барлықтарыңызға сәлем. Біз осы демалыста балаларымды алып, ауыл жаққа барып қайттық. Ауыл болғанда біз басқа районда тұрамыз. Ата енем және өзімнің әке-шешем басқа районда тұрады. 3 сағаттық жолды артқа тастап, бала-шағаны алып, демалыс күндері өстіп ауыл жаққа шықтық. Жол 3 сағат өте аз емес және көп те емес, но сонда да балаларға кәдімгідей алыс жол болды. Біз жұмыс бабымен Шығыс Қазақстан облысында 10 жылдай тұрған болатынбыз. 2 ай бұрын Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек кентіне көшіп келген болатынбыз. 2 ай артқа тастап, неке өзіміздің ауылға, үйімізге кетіп баратқан жайымыз бар. Ұзақ жол болғандықтан кіші қызым жолды көтере алмай, кішкене мазасы кетіп, ары-бері жерге түсіп жүргісіге осылай жылады. Бірақ таксист уақытында тоқтап, кішкене далаға шығып, ары-бері 1,5 сағаттай жүрдік. Балаларға өте қызық болды. Жол жөнекей осылай видеоға түсіріп отырдым. Және де балаларға да өте қызық болсын деп өздерінде видеоға түсіріп қойдым. Сонымен қатар арасында қызым да ұлым да соткамды алып видеоға түсірді. Өстіп 3 сағатты артқа тастап, Жаркентке де жетуге аз қалдық. Жол жөнекей осындай үй жануарларын көрдік. Біз Шығыс Қазақстанда тұрғандықтан, қалада тұрғандықтан, менің балаларым бұндай үй жануарларын көре бермейді. Сол себептен оларға өте қызық болды. Үлкен 2 балаға, әсіресе қызым мен ұлыма жол жүргенде өте қызықты өтті. Кіші қызым кішкене мазастанып жылағаннан кейін жаңағы үйімізге жеткенше ұйықтап барды. Арасында өстіп тауларды түсірдім. Тау деген өте керемет. Және де біз сол күні шыққан күні күн өте тамаша болып тұрды, ауа райы. Тамаша болғанда прям өте ыстық болды. Өстіп жол жөнекей ауылдың шетіндегі жайылып жүрген малдарды да видеоға түсіріп үлгердім. Жүргізушінің қасында тағы бір пассажир болды. Ол кісінің әңгімелері өте қызық болды. Менің ішім мүлде пысқан жоқ. Қызықты әңгімелерді айтты. Осылай әңгіме тыңдап отырып, өзіміздің Көктал деген ауылымызға да жетіп қалдық. Ауылға келе сағаннан уже балалар деген қуанып, неужели жеттік деп, 3 сағат деген балаға өте ауыр жол жүру деген. Сөйтіп ауылымызға да жеттік. Өте тамаша. Бізде Жаркентте уже кіре берген жерден ақ белгілі ағаштар, ормандар көп өсіп тұрады. Осындай уже ерекше табиғаты. Осылай келген кезде бізді абысын мен қайнының кішкентай баласы Аңсар күтіп алды. Далаға жүгіріп шығып, даже аяқ киімде киген жоқ. Өзінің туыстарын келгенін біліп тұр өзі. Осылай күтіп алды. Біз Аңсарға кішкене тәтті алып келген болатынбыз, бірақ менің қызым оны бергісі келмей қолынан қайтадан жұлып алды. Өстіп үйге келсек, ата енем Қытайға кіріп кетті. Қытай бізге өте жақын болғандықтан Қытайға кіріп кеткен екен. Біз келдік, ата енем де келді. Сонымен 2 бала бір-бірімен ойнап, қызықты, уже бір-бірін жақсы қабылдап ойнай бастады. Мына жақта абысыным мен келді деп торт жасап, шай дайындады. Уже қызым деген мына жерде уже шаршап ұйықтап қалды. Ауылдың вайпы осындай өте керемет. Мал қора, мал жай, қазан ошақ, самовар деген сияқты. Маған өзіме ауылға тұрған өте ұнайды. Содан кейін Жаркентке бардық. Жаркент деген біз бұрын 10 жыл бұрын кеткенде емес, өте керемет дамып кеткен. Кейде даже өзім таң қалып қарап қалдым. Не деген керемет 10 жылдың ішінде дамып кеткен. Мен өзім туған жеріме мақтанам. Жаркентте бізде Қытайға жақын болғандықтан бүкіл халықтың бәрі Қытаймен бизнес жасайды. Өстіп неке Жаркентке де келіп жақсы демалыс өтті. Назар аударғандарыңызға рахмет.